Кезінде Қытайлар BMW Mercedes қарап көлік шығаратын еді. Қазір керісінше бүкіл әлем Қытайдың не машина шығарып жатқанына қарап аңдып отыратын болды. Алдарыңызда Yangwang U8. Бұл көлікте бізде 1200 аттың күші бар. Барлықтарыңыз TikTok-тан көріп жүрген 360 градусқа айналатын автокөлік. Общий бізде 880 киловатт мощности бар. Сонда ойлай беріңдер, бізде 4 дөңгелекте әрқайсысында бір электромотордан тұрады, 220 киловаттан. Общий қосқанда 880 киловатт күш болады. Zikr 001-дің өзінде 100 киловатт. Бұл одан 8 есе көп болып тұр ғой. Үстінде осындай лидары бар. Сонымен қатар осындай бруталды дизайны бар. Мынаны қараңыздар, таза мужской автомобиль. 22-ші көлемдегі диск. Бұл сіздерге толыққанды электромобиль емес, бұл гибрид ретінде есептеледі. Себебі бұл жерде бізде 2-литровый твин турбомен 270 аттың күшін беретін мотор бар. Есігін осылай ашсаңыздар, мінекей, вуаля! Осындай порогымен. Көлігіміздің салоны осы, полный оранжевый салонда. Алдында осындай 3 монитор, артында 4 монитор бар. 2 QI стандарттағы беспроводный зарядчик, 2 стакан қойғыш, и сонымен қатар осындай бардачок, холодильник бар. Чо там? Общий 20 динамик бар, музыка қанық шығады. Бұл көліктің негізі аудиториясы асарын асап, жасарын жасап, семьясымен саяхаттап, ауыл аймаққа барып жүретін машина ғой. Арасында светофорда бір трепятилар шошаңдаған кезде басып наказать етіп жүреді. Енді қайтеміз, 5-7 кезіндегі 6-2-лер тарих қойнауға кетіп баратыр ғой. Осындай экологияға зиян жоқ, көліктер болашақта көбейін деп тұр. Осындай автокөлік барлық қазаққа бұйырсын. Көлігіміз сонымен қатар сатылымда, бағасы 73 миллион. Егер де толығырақ сөйлескіңіз келсе, астына Instagram белгілеп кетем. Осы братанға жазыңыздар. Ендеше сау болыңыздар. Келесі обзорда жүздескенше.